Қыз жігіт болып киініп, ағасының орнына мектепке барды. Бірақ сыныпқа кірген бойда, ол сыныптағы ең қорқынышты жігітті ренжітіп алды. Әлгі жігіт оған тиісейін деп тұрған кезде, кенеттен телефон қоңырауы соғылып, ол шығып кетеді. Оның мұғалімге де қарамай сыныптан кетіп қалғанын көрген, қыз оның жай адам емес екенін түсінді. Сыныптастары оның директордың ұлы екенін айтып, енді оған тиіспеуге кеңес береді. Қыз келіседі. Бірақ ол мүлде күтпеген нәрсе болды. Жігіт кейпіндегі түрі тым әдемі болғандықтан, мектептегі бір топ қыздардың назарын аударып алады. Қорқып кеткен ол киім ауыстыратын бөлмеге тығылып, ағасына қоңырау шалып, тезірек мектепке оралуын өтінеді. Алайда ағасы тағы бір апта келмейтінін айтады. Сол сәтте сырттағы қыздар кенеттен тынышталып қалады. Кейін қыз олардың директордың ұлынан қорқып қашып кеткенін біледі. Жігіт оның атын сұрайды, бірақ ол жауап бермей кетіп қалады. Оның мұндай қырсық мінезі жігіттің қызығушылығын одан сайын арттырды. Келесі күні қыз қайтадан жігіт кейпіне еніп, дәретханаға бармақ болады. Ұлдардың дәретханасына кірмек болғанда, ішіндегі көріністен шошып кетіп, дереу бұрылып, қыздардың дәретханасына кіріп кетеді. Мұны көрген екі қыз оны бұзық деп ойлап, есікті тоқылдатып, шығуын талап етеді. Қыз амалсыздан нәзік дауыспен өзінің шын мәнінде қыз екенін түсіндіруге тырысады, бірақ ешкім сенбейді. Содан құтылу үшін ол қайтадан қыз киімін киіп шығады. Қыздардың таңғалған жүздерін көріп, үндеместен кетіп қалады. Бірақ сыртқа шыққанда тағы да әлгі жігітке соқтығысып қалады. Жігіт қолын созып, достасқысы келетінін айтады. Қыз оны бірден қабылдамай, кетпек болады. Сол кезде әлгі қыздардың бірі оны тоқтатып, ол жігітпен сөйлеспеуін ескертеді. Қыз әлгі оқушы қыздың директордың ұлын ұнататынын түсінеді. Оны әдейі ашуландыру үшін жерге құлап түскендей болады. Мұны көрген жігіт бірден жүгіріп келіп, оны медпунктке апармақ болады. Әлгі қыз оның өтірік жасап тұрғанын айтса да, жігіт мүлде елемейді. Медпунктке барған соң, жігіт оның қолындағы жараны емдеп береді. Қыз оның соншалықты қамқор екеніне таңғалады. Таңғыш салып болғаннан кейін қыз кетпек болады, бірақ жігіт кенеттен оған киноға билет береді. Ол бұл билетті табу өте қиын болғанын және соңғы билет екенін айтады да кетіп қалады. Киноның премьера күні келеді. Ағасының орнына сабақтарын бітіргеннен кейін қыз қандай фильмнің соншалықты танымал екенін білгісі келіп кинотеатрға барады. Бірақ залға кірген бойда қасында әлгі жігіттің отырғанын көреді. Сол кезде ғана ол жігіттің оны бірге кино көруге шақырғанын түсінеді. Бақытына қарай, жігіт оны жігіт кейпінде танып қоймайды. Ол күдіктеніп, мұндай билетті қайдан алғанын сұрайды. Қыз шындықты жасыру үшін билетті өзін жасырын ұнататын бір қыз бергенін айтып өтірік айтады. Бірақ осыны естіген жігіт күтпеген жерден ашуланып кетеді.